Саламатсыздар ма? Бүгін біз жұлдыздар жайлы сөз қозғаймыз. Яғни жұлдыздардың эволюциясына қысқаша тоқталып кетеміз. Олар қалай жүреді және қандай жұлдыздарға айналады? Олар қалай туылады және қалай өледі деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Негізі аспанды зерттеу барысында жұлдыздар өте ауқымды рөлді атқарады. Яғни аспаннан келетін сәулелердің барлығы жұлдыздардан келіп жатады. Демек біз космосты зерттеу үшін олардан келген сәулелерді зерттеумен айналысады екенбіз. Қайталап айтып кетем, бұл біздің қысқаша ғана тоқталуымыз болып табылады. Келесі сабақтарда біз әр жұлдыздың әр этапына көбірек тоқтайтын боламыз. Ендеше бастайық. Жұлдыздар эволюциясы. Жұлдыздар қалай пайда болады екен? Жұлдыздар мынандай бір молекулалық бұлттардан пайда болады екен. Шаң тозаңды молекулалық бұлт болсын дейік. Және осының ішіндегі атомдар гравитацияның арқасында бірін-біріне қарай тартыла бастайды. Немесе ортақ массаға қарай тартыла бастайды. Осылай тартыла бастайды. Осындай сығылулар болғаннан кейін жұлдыздардың пайда болмағанға дейінгі этапы, яғни сол уақыттағы кезеңі, яғни шаң тозаңды бұлттар өте тығыздалған объектіге түседі, өте тығыздала бастайды. Алайда қызған объект болады, алайда әлі жарқырап өзінен сәуле шығарып жатқан жоқ. Яғни ішінде термоядролық процесс әлі жүріп жатқан жоқ. Сондықтан ондай объектілерді протожұлдыздар деп атайды. Яғни жұлдыз болуға кандидаттар десек те болады. Енді бізде қалай жүреді? Міне қараңыздар, шаң тозаңды бұлт бірге береді, мынандай бір аймаққа бірге береді. Яғни гравитацияның көмей әсерінен бұның центріне қарай тығыздық арта бастайды. Тығыздық артқан сайын бұл объектінің қысымы арта бастайды. Қысымы артқан сайын бұл объектінің температурасы артады, яғни қыза бастайды. Температурасы артқан сайын бұның ішіндегі екі қарапайым элементтің бірін-біріне қарай қосылу процесі жүре бастайды. Яғни сол қосылу процесі жүргеннен бастап, ол термоядролық процесс деп аталады. Сол жүргеннен басталып қана жұлдыздар пайда болады екен. Жұлдыздар қандай түрлері пайда болады? Жұлдыздардың екі түрі пайда болады. Олардың бірі жоғары массалы жұлдыздар, екіншісі төмен массалы жұлдыздар. Соның қазір біз төмен массалы жұлдыздарына тоқталып кетейік. Төмен массалы жұлдыздар, оларға күн сияқты жұлдыздарды жатқызсақ болады. Төмен массалы жұлдыздардың эволюциясы қалай болады? Біріншіден, олар күн секілді, яғни сутектің гелийге айналу процесі жүріп жатады. Сутектің гелийге айналу процесі жүріп жатқан уақытта, оның центрінде, яғни қойнауында, оның центрінде, ядросында бұл процесс тезірек жүріп жатады, ал оның сыртынан таман бұл процесстер баяуырақ жүріп жататын болады. Және осы уақытта оның центріндегі процесс тезірек жүріп, оның центрінде сутек қалмай, тек гелийге қалып қалады. Гелийлер қалып қалады. Сол гелий қалып қалғандықтан ол өзінен өзі сығыла бастайды дағы, оның жанындағы қабықшасы кішкене тарала бастайды, кеңейе бастайды десек те болады. Солай келе ол центрі тығыздалған, бірақ жан жағы биіктеу қызыл алыпқа айналып қалады екен. Қызыл алыпқа айналып қалады. Бұның центріндегі ядросы әрмен қарай сығыла береді, ал мына жанындағы қабықшасы жәймендеп тарап кетеді. Сол моментті планеталық тұмандық деп атайды. Оның центрінде мынандай бөлшек қалады, мынаның ядросы, ал жанындағы объект, яғни оның қабықшасы жәймендеп таралып кетеді екен. Және осы процессті бізде планеталық тұмандық деп атайды. Одан не келіп шығады? Планеталық тұмандық тарап кеткеннен кейін барып қана одан қалатын қалдық ақ ергежейлі болып қалады. Мына бізде планеталық тұмандық, ал мынау ақ
ергежейлі. Бұл қысқаша ғана айтылған. Енді келесі қалай болады? Келесіде біз үлкен массалы high mass дейді. Үлкен массалы жұлдыздар жайлы айтамыз. Үлкен массалы жұлдыздар қалай жүреді? Үлкен массалы жұлдыздар дәл осы сияқты, алайда оның эволюциясы өте жылдам жүреді екен. Демек, оның центріне түсіретін гравитация көбірек, сәйкесінше қысым көбірек, сәйкесінше температура көбірек және процесс те тез жүреді бастайды екен. Оның центрінде процесс тез жүріп бастайды, оны бірнеше бөліктерге бөлсек болады. Оның ең ішкі центрінде келесі элемент, яғни сутектің гелийге, гелийден одан кейінгі элементке, одан кейінгі солай барып, ең соңында темірге дейін барады екен, яғни феррумға дейін жеткенше осылай түрлі қабықшаларға бөліне бастайды екен. Содан бұда дәл осылай жан-жағында баяу жүріп, центрінде тезірек жүріп, ол да аса қызыл алыпқа айналады екен. Яғни red supergiant. Соған айналып қалады екен. Алайда бұның центрінде процесс өте жылдам жүріп, өзінен қарай арқарай келесі элементтерге ауысу процесі жүргендіктен центрі тез сығыла бастайды, сәйкесінше жан-жағын қайтып өзіне қарай тарта бастайды. Одан кейін бірденен центрінен атқылап энергия шығаттағы мына жанында тұрған қабықшаны атып жібереді. Сол момент бізде тік сызықтармен сызып көрсетем. Сол момент бізде аса жаңалардың жарылысы деп аталады. Яғни супернова деп аталады. Суперновадан екі қалдық қалады. Олардың бірі нейтронды жұлдыздар, ал екіншісі қара құрдымдар. Қара құрдымдар қалады екен. Міне осылай жұлдыздарды қысқаша айтқан уақытта эволюциясы осылай өтеді. Келесі сабақтарда біз протожұлдыздан жұлдызға айналу барысындағы термоядролық реакцияларды қарастырамыз. Әр этабына тоқталып кететін боламыз және олардың Герцшпрунг-Рассел диаграммасында қалай орналасқаны жайлы айтатын боламыз. Жақсы, рахмет.